Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда жолбарыс көрсе қалай жорылады? Түсінде жолбарысты көру көптеген және әртүрлі мағыналарды беретін көріністердің бірі. Көптеген танымал интерпретацияларда жолбарыс күш, батылдық және билік қасиеттерімен байланысты. Мысалы, адам түсінде жолбарысты өмірде жетістікке жету және табысқа жету қабілетінің символы ретінде көруі мүмкін, және бұл оның ерекше қабілеттерінің арқасында мақсаттарға жету және қиындықтарды жеңу мүмкіндігін көрсетуі мүмкін. Кейбір басқа интерпретацияларда жолбарысты көру батылдық пен өзіне деген сенімді білдіреді. Түсінде жолбарысты көру армандаушының жеке басының күштілігін және оның қиындықтарға батылдық пен сенімділікпен қарсы тұруға дайындығын білдіруі мүмкін. Бұл адамның ырцарлығын және өмірінің әртүрлі салаларында табысқа жету қабілетін көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар, түсінде жолбарыс мінгенін көру армандаушының өміріндегі ризық пен берекенің белгісі болуы мүмкін. Бұл көзқарас адам жүзеге асыратын бизнес пен жобалардағы гүлдену мен сәттілікті бейнелей алады. Түсінде жолбарысты көру, әдетте, жиі кешірім сұраудың және Құдайға жақындаудың дәлелі болып саналады. Ибн Сириннің түсінде жолбарысты көруді түсіндіруі оның күшті және қауіпті коннотациясын көрсетеді. Оның түсіндірмесі бойынша түсіндегі жолбарыс зор күшке ие және қауіп төндіретін зұлым билеушіні бейнелейді, ал жолбарыс түсінде торға жабылса, бұл күшті жауды жеңуді білдіреді. Ибн Сирин түсінде жолбарысты көру түс көрушінің күші мен батылдығымен байланысты екенін, бірақ түсіндірме жолбарыстың түсіндегі жағдайына байланысты екенін айтады. Егер ол торға қамалған жолбарысты көрсе, бұл адам өмірдегі қиындықтар мен жауларды жеңу үшін күш пен батылдықты пайдалануға арнайтынын білдіреді. Егер жолбарыс түсінде еркін және шектеусіз көрінсе, бұл адамның өмірінде ырцарлық пен күш пен батылдықты бейнелейтінін көрсетеді. Сонымен қатар, Ибн Сирин түсінде жолбарысты көру түс көрушінің жауды жеңу және жеңу қабілетін де көрсетуі мүмкін деп санайды. Егер адам түсінде жолбарысқа мінсе, бұл мәртебе мен қабілеттің көтерілуін және жаулардың жеңілуін білдіреді. Басқа деңгейде, Ибн Сирин түсінде жолбарыстың сүтін көру түс көрушінің жеке басының күштілігін және оның ырцарлық пен жомарттық қасиеттерін көрсетеді деп санайды. Егер түсінде жолбарыс адамның үйінде көрінсе, бұл оның өмірінде күш пен батылдық бар адамның бар екенін білдіреді. Ибн Сириннің түсінде жолбарысты көруді түсіндіруі мәселелерді бақылау және өмірдегі қиындықтарды жеңу қабілетін көрсетеді. Бірақ біз армандардың интерпретациясы әр адамда әр түрлі болуы мүмкін екенін және мәдениет пен жеке фон әсер ететінін атап өткен жөн. Ибн Сириннің кішкентай жолбарыс туралы арманының интерпретациясы бұл көріністі қоршауға болатын жағымды мағыналар бар екенін көрсетеді. Егер кішкентай жолбарыс тыныш болса және түсінде адамға шабуыл жасамаса, бұл армандаушыға тікелей қарсы тұра алмайтын әлсіз жаудың бар екенін көрсететін айқын белгі болуы мүмкін. Ал ақ жолбарыс жас балаға шабуыл жасап, оны өлтіріп, оны армандаушы араласпай жеп қойған жағдайда, бұл түсіндіру оның жалған куәлік апатына түсіп, үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін екенін көрсетеді. Жолбарысты түсінде көруді түсіндіруде Ибн Сирин жолбарыстың күш пен батылдықты бейнелейтінін, сонымен қатар жұмыстағы табысқа нұсқайтынына назар аударған. Хайуанаттар бағында торда жолбарысты көргенде, бұл үлкен күш пен қауіпке ие зұлым билеушінің бар екенін көрсетеді. Сондай-ақ Ибн Сирин түсінде жолбарыстың жоруының оның жағдайына байланысты екенін айтады. Егер ол торға жабылса, бұл күшті жауды жеңуге нұсқайды. Жалғыз әйелге келетін болсақ, түсіндегі кішкентай жолбарыс, ол өз өмірінде өзін бақытты және жайлы сезінеді, және кейбір оң өзгерістерге қол жеткізуі мүмкін. Қорытындылай келе, түсінде кішкентай үй жануарлары жолбарысты көру кәсіби өмірдегі сәттілік пен гүлдену мен сәттілікке толы тыныш кезеңге кіруді көрсетуі мүмкін. Жалғыз әйел үшін түсінде жолбарысты көрудің түсіндірмесі оң және теріс мағынада өзгереді. Түсінде жолбарысты көргенде, бұл болашақ бақытты мағыналарды білдіреді. Жолбарыс оны қорғайтын, оған қамқорлық жасайтын және оған қауіпсіздік пен бақыт сыйлайтын лайықты өмірлік серіктестің болуының дәлелі болып саналады. Бұл серіктеспен жалғызбасты әйел бақыт пен тұрақтылыққа толы өмір сүреді. Дегенмен түсінде қатыгез жолбарысты көрсететін жағдайлар бар. Бұл жалғыз әйелдің өміріндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықтың жоғалуын және оның болашаққа деген қорқыныш пен үрей сезімін көрсетуі мүмкін. Қауіпті жолбарыстың болуы оның өмірінде кездесетін жағымсыз ойлар мен қиындықтардың символы болуы мүмкін. Үйленген әйел үшін түсінде жолбарысты көрудің интерпретациясы жағымды және жігерлендіретін нәрселерді көрсетеді.
Бұл ерлі-зайыпты әйелдің күшті тұлғасының табандылығы мен табандылығын, қиындықтар мен қиындықтарға қарсы тұру қабілетін көрсетуі мүмкін. Бұл оның өмірінде сәттілік пен жақсылықтың болуының дәлелі болуы мүмкін. Түстерді интерпретациялаушы ғалымдардың айтуынша, үйленген әйелдің түсінде жолбарысты көру күйеуінің күштілігін және оның некедегі өмірінің тұрақтылығын көрсетуі мүмкін. Бұл күйеуінің табысы мен қоғамдағы ықпалын көрсететін ақша мен лауазым алуын бейнелей алады. Үйленген әйелдің түсінде жолбарыстың шағуын көру, оның өмірінде ерекше қиындықтар мен физикалық және психологиялық жағдайына әсер ететін қиындықтардың болуының көрсеткіші. Түсіндегі жолбарыс батылдық пен күшті бейнелейді, бұл оның қиындықтарға төтеп беру және оларды жеңу қабілетінің дәлелі болуы мүмкін. Сондай-ақ арман үйленген әйел мен оның күйеуі арасындағы күшті дау-дамайдың басталуын болжауы мүмкін, немесе олардың қаржылық және психологиялық жағдайына әсер ететін ауыр қаржылық дағдарыстан өтіп жатқанын көрсетуі мүмкін. Ол мұқият болуы керек және олардың некелік өмірінің тұрақтылығын сақтау үшін осы қиындықтарды ақылмен және тәуелсіз шешуге тиіс. Егер жолбарыс түсінде өз үйінде тыныш болса және ойнаса, бұл отбасылық бақыт пен отбасының тұрақтылығын білдіреді. Сондықтан ерлі-зайыптылық қарым-қатынастың сәтті болуы қиындықтар мен проблемаларды жеңудің кілті болуы мүмкін. Жолбарыстың шағуы туралы арманның интерпретациясы қандай болса да, үйленген әйел бұл арманды ескерту ретінде қабылдауы керек, оның физикалық және психологиялық денсаулығына қамқорлық жасауы керек және қажет болған жағдайда көмек сұрауы керек. Демалу және өзін-өзі күту қиындықтарды жеңу және оның өміріндегі өміршеңдік пен бақытты қалпына келтіру үшін қажет болуы мүмкін. Түсіндегі жолбарыс қорқынышының мағынасы жеке жағдайларға және мәдени және діни түсіндірулерге байланысты адамнан адамға өзгеруі мүмкін. Дегенмен бұл арманның кейбір жалпы және ортақ тұжырымдамасы бар. Өзіне деген сенімсіздік. Түсінде жолбарыс қорқынышы өзіне деген сенімсіздік пен жеке қабілеттерге күмәндануды көрсетуі мүмкін. Армандаушы жаңа қиындықтар мен бейтаныс тәжірибелер туралы алаңдаушылықтан зардап шегуі мүмкін және кез келген ықтимал қауіптен сақтанғысы келеді. Зиян мен қауіп. Түсінде жолбарыс қорқынышы оянған өмірде армандаушыға қауіп төндіретін қауіптің көрсеткіші болуы мүмкін. Адам кәсіби немесе жеке өмірінде үлкен қауіпке немесе зиянға тап болуы мүмкін. Жақсы көшбасшы. Қорқынышына қарамастан, армандаушы жақсы көшбасшының қасиеттеріне ие болуы мүмкін, өйткені жолбарыс түсінде күш пен батылдық символы болып саналады. Бұл талдау адамның жұмыста немесе басқа салаларда табысқа жету қабілетінің көрсеткіші болуы мүмкін. Қауіпсіздік және тұрақтылық. Түсінде жолбарыс қорқынышы болашақ туралы сенімсіздікті немесе тұрақты алаңдаушылықты көрсетуі мүмкін. Жалғыз әйел үшін бұл арман оның тұрақтылық пен сәттілікке деген қатты ынтасын білдіруі мүмкін. Ал үйленген әйел үшін жолбарыс қорқынышы оның отбасылық өмірі мен отбасылық қиындықтарының көрсеткіші болуы мүмкін. Осымен түс шығарылымның соңына да жеттік. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Тағы қандай түс шору шығарылым шығарайын комментарияға пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі жаңа видеоларда кездескенше.